Книжная иллюстративная экспозиция «Казахстан байтак елім, тәуелсіз сөз елім», подготовленная Центральной районной библиотекой, посвящена Дню независимости нашей республики. Егемен елім десем сеніп кіріп, бойымды билеп кетер сенімділік, ешкімге ауыстырмас алтын отан, жырлаймын қасиетімді төгілдіріп. Өр елім маңдайынан жарық көрдім, бабалар өнегесін алып келдім, ескерткіш елім үшін орнатпасам, мына жалған өмірге нағып келдім. Жарқырап жатқан күндей азаттығы, көрінер ұлтымның да ғажаптығы, тәуелсіздік күнімен құттықтаймын, өйткені ол ұлт күні, қазақ күні. Республика Казахстан – государство со своей историей, столицей, своим государственным языком, символами и конституцией. Мы, народ Казахстана, с таких слов начинается главный документ страны – Конституция Республики Казахстан. Қазақстан Республикасының әрбір азаматы, сондай-ақ елімізде тұрып жатқан кез келген түрлі ұлт пен ұлыс өкілдері еліміздің мемлекеттік туын, ел таңбасын, әнұранын құрмет тұтады. Көк байрақ туымызбен, ел таңбамызбен, әнұранымызбен мақтанамыз. Книга главы государства «Казахстанский путь» как обращение президента к молодежи страны. Книга рассказывает о самых трудных и ярких моментах в новейшей истории Казахстана. Глава государства надеется, что книга станет настольной книгой будущих лидеров Казахстана. Книга президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «G-Global. Мир 21 века» посвящена глобальным проблемам современности. Книга издана на казахском, русском и английском языках. В каждой главе книги раскрывается суть казахстанской инициативы G-Global. Как сказал президент, в этой книге я обозначил 5 слагаемых мира G-Global. Будущее моей страны неразрывно с будущим всего мира. Мен сіздерге Қазақстан халқына қоғамымыздың болашағы мен мемлекетіміздің мұраты хақындағы өзімнің пайымдауымды жолдап отырмын. Мен сіздерге осынау болашаққа қол жеткізіп, өз мұратымызды іске асыруға жәрдемдесе алады деген сенім ұялататын стратегияны ұсынғым келеді, деп бастаған елбасы сөзімен басталады. Становление и развитие Республики Казахстан неразрывно связано с политической биографией основателя государства, первого президента Республики Казахстан и общепризнанного лидера наций Нурсултана Абишевича Назарбаева. Елмен сырласу, тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің негізін қалаушы, оның тұңғыш президенті Нурсултан Назарбаевтың халық алдындағы тарихи парызын терең сезіне білетін азаматтық жауапкершілігін, тұрақтылық пен ұлтаралық татулық идеясын, әлемдік деңгейдегі қайраткерлігін айқара ашып көрсететін көп томдық шығарма. Интерес представляет многотомник «Летопись независимости». Это зеркало плодотворной деятельности первого президента Нурсултана Назарбаева. Можно сказать, новая история новой эпохи. В основу структуры издания положен хронологический принцип расположения материалов. Қазақстан Республикасы сериясының «Тәуелсіздік шежіресі» атты 2 томдық басылымның басты құндылығы отан тарихына деген қызығушылықты оятуға,
тәуелсіз мемлекеттің саяси мұрасын қадір тұту. Книги из замечательной серии «20 лет независимости Казахстана» познакомят с историей становления независимого Казахстана, культурой, экономикой, достигнутые Казахстаном под руководством лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева. Еще на заре независимости Казахстан в основу своего развития заложил единство всего народа, которое строится на равноправии, дружбе и согласии. Бүгінгі ежелгі қазақ жері зор мәртебеге ие болды. Ол әлемдік және дәстүрлі діндердің лидерлері мен жоғарғы өкілдерін жер шарының түкпір-түкпірінен өркениеттер мен діндер арасындағы үн қатысуға шақырып отыр. Деген Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзімен басталған әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің бірінші съезіне арналған фотоальбомды оқырмандарға ұсынамыз. Фотоальбом «Благословенный диалог» представлен на казахском, русском и английском языках. В книге «Народы Казахстана» впервые собраны сведения о представителях 125 национальностей, проживающих в Республике Казахстан. Книга носит справочно-энциклопедический характер, красочно иллюстрированный. Пусть мир царит в стране родной, ведь мы один народ. Пусть радость в каждый дом придет, не будет бед, невзгод. Единства, мира и добра желаем вам, друзья, ведь мы живем в одной стране, мы одна семья. Казах, кореец, русский, немец, татарин и уйгур объединил всех нас свободный край, родимый край, любимый Казахстан. Безусловно, вершиной творения человека в области дружбы народов является Ассамблея народа Казахстана, созданная в марте 1995 года по инициативе президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. В книге главы государства «Ассамблея народов Казахстана» отмечено, что Ассамблея народа объединяет 820 региональных национально-культурных центров. Они имеют возможность выпускать газеты, журналы, готовить теле- и радиопрограммы на различных языках. Еліміздің бас қаласының, елбасымыздың қажырлы күш-жүгерінің арасында қанатын кеңге жайып бара жатқан елорданың кешегі мен бүгінгісі. Астана Қазақстанның жүрегі атты фотоальбомында жан-жақты көрсетілген. Альбом «Астана» посвящен 5-й годовщине столицы независимого Казахстана. Расскажет о 3 временах развития города. В альбоме показаны разительные перемены в облике столицы и показаны люди, творящие новейшую историю становления Астаны. Ерке есіл жағасында бой көтерген, сәулеттік ерекшелігі бар, бірегей мүсіндік нышандары сап түзеген, жоғары технологиялы болашаққа ұмтылған, өзгені сыйлап, өзінің жаңа астанасы мен өз елін шексіз мақтаныш тұтатын көп ұлтты және көп дінді халқы бар әсем де мейірлі астанамыз міне осындай қала. Тәуелсіздік арқасында Қазақстан талай белес тастады, асудан асуға жетті. Еліміз әлемдік аренада ойып тұрар орынға табан тіреді. Тәуелсіздіктің тұғырлы туы мәңгіге желбірей беретініне күмән жоқ. Өйткені қазақ деп соғар жүрегі әрбір алаш баласының жұмылатын тұсы, ешбір таусылмайтын ісі де осы тәуелсіздік болуы тиіс.